Бәріңе сәлем. Алиса в пограничье 3 сезонға да келіп қалдық. Егер де сіз алдыңғы 2 сезонды көрмеген болсаңыз, арнамызда 40 минуттан тұратын 2 видео бар, алғаш соларды көргендеріңіз дұрыс. Бұл маусым 6 ғана сериядан тұрады. Сондықтан көп сөзім келіп тұрған жоқ, тезірек бастайын. Әдеттегідей, ұмытпай тұрғанда лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздерші, өтініш. Бірінші серия. Алдыңғы ойындарды сәтті өткеннен соң, біздің кейіпкерлерге осы елдің тұрғыны болу жайлы ұсыныс түседі. Арису мен Усаги бас тартқан еді. Уже шынайы әлемде Арису сұрақтарға жауап беруде. Типа қалаға метеорит құлады, сосын адамдар қызыл кружок көрді деген секілді. Рюдзи, мөрсіңдер ес-түссіз жатқан кезде қандай да бір түс көрген шығарсыңдар. Мысалы, игра на выживание сияқты. Арису болса ештеңе білмейтінін айтады. Оның ойынша, өзі алыс елдерге саяхат жасағаны туралы бір түс көрген сияқты. Рюдзидің әріптестері оған Арисуға қысым жасамауды және ондай сұрақ қоймауды айтады. Бірақ Рюдзи бұған жынданып қалды. Себебі ол метеорит құлағаннан кейін аман қалғандардың бәрі дерлік игра на выживание туралы және соңындағы салют жайлы айтқанын түсіндіреді. Әріптестері болса бұл идеяны адамдардың санасына Рюдзидің өзі сіңіріп жіберген болуы мүмкін деп ойлайды. Ал әлгі салют метеориттердің жарқылы ғана шығар дейді. Кейін олар Рюдзидің сыртынан сыбырласып, негізші мына бала бұрын ана өмір туралы зерттеген гений болған деп өсектейді. Сондай-ақ 5 жыл бұрын сол зерттеу кезінде оның шәкірті қаза тапқан екен. Может, сол оқиғадан кейін Рюдзи өзгеріп кеткен шығар деген сияқты әңгімелер кетеді ғой, короче. Қалада болса қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Тұтас бір аудан жер бетінен жойылып, мыңдаған адамның өмірін жалмаған еді. Рюдзи Арису отырған бөлмеге келіп, онымен жеке кездеседі. Ол Арисудың бастан кешкендері ерекше маңызды болуы мүмкін екенін айтып, егер оған қандай да бір жаңа естеліктер еске түсіп жатса, өзіне айтуды сұрайды. Сыртқа шыққанда Арисуды Усаги күтіп тұр екен. Арису оны Рюдзимен таныстырады. Усагидің де метеорит құлағаннан кейін аман қалғандардың бірі екенін білген Рюдзи оны кейін сөйлесуге шақырады. Өз кабинетіне қайтып келгеннен соң, Рюдзи теориясына қатысты ойларын дауыстап жазып алды. Экранда өлім аузынан қалып, ерекше естеліктер туралы айтқан тағы ондаған адамның деректері көрсетіліп тұр. Сол сәтте оған сырттай қарағанда қолдау көрсету ұйымы сияқты көрінетін, бірақ шын мәнінде жаппай гипноз жүргізумен айналысатын құпия ұйымнан хабарлама келеді. Ақпарат берушіге ақша төлегеннен кейін Рюдзи жаңа наводка алады. Келесі күні ол информатормен кафеде кездеседі. Кездесуде әйел Рюдзиден семинарға баруға қалай қарайсың дейді. Жігіт, давай приглашение жібер деп келіседі. Бірақ әйел бұл по прикол баратын жер емес, ол жерде адамдар ойын ойнайды деп Рюдзиді одан бетер қызықтырып қояды. Солай келесі апта электронный почтадан шақырту алып, іздеген жеріне келеді. Өзімен бірге 6 ойыншы және 1 жүргізуші бар екен. Барлығы столды айнала жайғасып алған. Рюдзи коляскасымен столға жақындаса, жүргізуші стульчикке отыруын керек дейді. Және қалғандары орындарынан тұрып, оған көмектеспеуі керек. Осы ойыннан кім жеңсе, сол адам ғана саяхатқа бара алады. Осылайша ойын басталды. Ойыншыларға карта беріліп, ойын шарты түсіндіріледі. Короче, мынау таза қарағатын деген ойын ғой, бірақ дама қарғаның орнында бізде Джокер. Парный карталарды лақтырасың, если онда уже жоқ болса, басқа ойыншылардан карта таңдайсың. Соңында кімде Джокер қалады, сол жеңімпаз. Если біреу сенің қолыңдағы Джокерді таңдап алса, өлесің, и орныңнан тұруға да болмайды. Не может быть. Вы нас разыгрываете, да? Рюдзи орындықтың астында мощный құрылғы жасырылып тұрғанын байқайды. Каждый ход сайын карталарда адамдарда азая берді. Типа, если кімде карта бітсе, сол ойыншы үшін ойын аяқталды. Ойын аяқталды дегеніміз өлім. Черт. Короче, ақырында Рюдзи мен бір игрок қалады. Рюдзидің қолында тұз бен Джокер. Ол специально Джокерді қарсыласына ұсынып еді, ана бұдан подвох іздеп, тұзды жұлып алмай ма? Осылайша Рюдзи жеңіп, банданы кездестіреді. Анау пограничьеге қош келдің деп арам түрімен жігітті қарсы алады. Келесі күні таңертең Ан Арисудың жұмысына барды. Короче, приемға жазылып қойған екен. Түрі бермей қабылдауға кіріп, бұрын басқа әлемде выживать еткенбіз анау-мынау деп Арисуға баяндайды.
Кстати, Арису терапевт или психолог па, короче, сондай. Енді мен сол әлем туралы егжей-тегжейлі білгім келеді. Мен қайтадан сол жаққа қалай түсуге болатынын да таптым дейді. Шынайы әлемде Арису мен Усаги үйленген және бақытты да ғұмырлы өмір кешіп жүр. Алайда қыздың есінен сол бір басқа әлем кетпей қояды. Бір күні токиолық отельге келсе, сол бірінші сезондағы пляж елестейді ғой көзіне. Шляпник адамдардың тупа бейберекет қырылғаны. Арису жұмыстан шаршап үйге келсе, Усаги звондап тұр. Көз жасына ерік беріп, кешірші Арису дейді де, трубканы қоя салады. Вызываемый абонент недоступен. Солай дереу ескі квартираға барса, ешкім есікті ашпайды. Демек, Усаги жоғалып кеткен. Полиция хабарласса, олар вообще қудыртып, әйелің Рюдзимен әмпей-жәмпей болып жүр ғой деп Арисуға ой салады. Жігіт ұшып универге барса, Рюдзи де жоғалып кетіпті. Кабинетіне кірсе, өлгеннен кейінгі өмір туралы дафига мақалалар, кітаптар бар екен. Арасында бірақ Усагидің сұхбаты табылады. Чозы фигня деп Арису үйіне қайтып бара жатса, алдынан банда шығатыны бар емес пе? Ойындарды амандықпен өтуге көмектескенің үшін рахмет братан деп алғысын айтып, қайтадан сол жаққа шақырады да, қалтасына Джокердің картасын салып, өзі жоқ болып кетеді. Повеселимся. Сосын Арисуға полиция хабарласып, Усагидің комада жатқанын баяндайды. Үші жалғыз емес, Рюдзи екеуі. Рюдзи деген бір ойынға қатысқан, барлығы мерт болғанда, анау ғана өлім аузында қалыпты деп бәрін айтып береді. Усаги де қатысқан шығар дей беріп еді, Арису жоғай, оны ұрлап кетті деп сөздерін бөледі. Ақыр соңында заттарын қарап, екеуінің де қалтасынан Джокер картасын табады. Арису енді солай Анның көмегіне жүгінбек болады. Ол оған картаны көрсетеді де, Усагидің аяғы ауыр, пульс слабый, оны тірі әкелу үшін барлығына дайынмын дейді. Адамның жүрегін 2 минутқа тоқтатуға болады, содан кейін адам өледі. Енді қара өзің десе, Арису сразу келсе кетеді. Сосын қыз шприцті алып, венасына салса, алғашқыда түк болмаған сияқты, но айналып қараса, жоқ, и басқа адамдар тоже. Комнатадан шығып, бірден ойын алаңы жайлы объявлениені көреді. Жалғыз жарығы бар мекен, ойын алаңы екен. Жапондық летний фестивальдарға ұқсас жүр. Арису лазерлерден өтіп, соңғы қатысушы ретінде ойынға тіркеледі. Осылайша команда жиналды және ойынды бастаймыз деген дауыс естілді. Екінші серия. Адамдар не болып жатқанын Чоза ойын деп түсінбей тұр. Сол сәтте экраннан ойын атауы жарқырайды. Болжам. Болжамның бірін тартып, удачаңды сынап көр. Егерде қағаздағы сұрақты дәл шешіп, тірі қалған адам жеңімпаз атанады. Әр сұраққа 1 минут уақыт беріледі. Конечно, адамдар жеңілсе, оларды өлтіріп тастайтынын білмейді. Тетсу есімді мужик 17-ші нөмірлі болжамды алды. Және оған керемет удача түседі. Сол кезде қасындағы мужик, Кадзуя, мынау подвох походу дейді. Бір қызға обычный теңдеу түседі. Қасындағылардың барлығы бір кемеде болғандықтан, мынау дұрыс деп варианттар ұсынса, ана оларға сенбей, дұрыс емес вариантты таңдап өліп кетеді. Бұны бір жігіт көріп, паника болып қашуға тырысып еді, оны лазер атып өлтіріп тастайды. Келесі кезектегі қатысушы да дұрыс емес жауап береді. Дұрыс жауаппен арасы 55 сан екен. Сондықтан дәл сол 55 жебе оларға жіберіледі. Біраз қатысушы осының кесірінен өліп кетті. Келесі сұрақтарда қате жауап беріліп, ойыншылар барған сайын азая берді. 9-шы турда сиыр 1 литр сүт өндіру үшін қанша литр қан құрту керек деген сұрақ келеді. Қыз 2 деп жауап береді. Бірақ дұрыс жауап 450 екен. Солай аспанның бәрін отты жебелер жауып қалды. Шивон аяғынан жарақат алады, бірақ оны Тетсу құтқарып қалды. Көп ұзамай Арисудың да кезегі келді, және оған қорқынышты бақытсыздық түседі. Сұрақ: әлемде неше адам бар? Ол 7,9 миллиард деп жауап береді. Дұрыс жауап 8 миллиард. Аспан сразу қызыл түске боялып, 100 миллион жебе жерге қарай ұшып келе жатыр. Арису ереже бойынша олар болжамның мәнін табуы керек екені есіне түседі. Мысалы, ана қыздың қағазында батыс деп жазылған еді. Ол мұны жаман белгі деп түсінді. Және дәл сол жақтан жебе ұшып келді. Сонда бұдан құтылу үшін болжамның айтқан жағына бару қажет екен. Алайда Арисудың қағазында ешқандай бағыт жоқ еді. Тетсу өз болжамындағы керемет удача туралы нақты есіне түсіре алмайды.
Сосын барлығынан бағытты сұрап еді, ешкім солтүстік батыс деп айтпайды. Демек, удачада дәл сол жақта болуы керек. Бірақ дәл сол бағытта лазерлі қоршау тұр. Ол жаққа кіруге болмайды. Демек, жауап осы маңда болуы тиіс. Кенет Арису жер астына түсетін жасырын подвалды байқап қалады. Олар бірге тас плитаны көтеріп, жебелерден құтылып үлгерді. Бірақ әрине барлығы емес. Астыда ойын аяқталды деген табличка тұр. Енді келесі ойын үшін оларға 17 километр жол жүруі керек. Ойын ертең кешке басталады. Тірі қалғандар ойындардан бас тартқылары келіп еді, Арису оларға бұл мүмкін емес деп жауап берді. Аспаннан сол сәтте Джокер картасы ұшып өтеді. Шынайы әлемде барлығына осындай карта берілген екен. Арису, алдын біз барлық ойындарды жеңіп шықтық, алайда Джокерге жете алмадық дейді. Келесі күні тобымыз жаңа ойынға келеді. Ол жерде басқа ойыншылар да бар екен. Ойынның аты «Зомбиге шабуыл». Ережесі әр ойыншыға 7 картадан таратылады. Бұл карталармен олар бірге-бір ойнауы керек. Арнайы столдар ғимараттың әр жерінде орналасқан. Ойында бір майсты карталарды бір-бірден тастауы керек. Кімнің картасы үлкен, сол жеңімпаз. Жеңген адам жеңілгеннен бір карта алады. Сонымен қатар, ойында 3 ерекше карта бар. Зомби картасы. Ол кажды команданың бір ойыншысына түседі. Зомбилар любой картаны жеңе алады, бірақ жеңілген адам тоже зомби атанады. Бірақ зомбиді жеңу үшін барлық ойыншыда дробовик картасы болады. Оны зомбиларды өлтіру үшін пайдаланады. Бірақ бұл картаны тек бір рет қана қолдана аласың. Сонымен қатар, вакцина деген карта бар. Олар случайно таратылады. Ол зомбиді емдей алады, бірақ өзін емдеу мүмкін емес. Ойын 20 раундтан соң аяқталады. Если ойыншыда обычный карталар бітіп қалса, өлім. Соңында қай командада адам көп қалса, солар жеңеді. Общий 4 команда болады. Әр қайсысында бір зомбидан. Қарсыласты таңдау үшін просто қолыңды тегізсең болды. Арису болса сразу вакцинасы бар ойыншыларды тапқысы келді. Және басқа ойыншыларды бақылап тұрып, Усагиді байқап қалады. Жоқ. Бір раундта Арису алдында зомби отырғанын түсініп қойды. Сосын оны обязательно емдеймін деп уәде береді. Оған просто командаға қосылып, вакцина пайда болғанын күтуі керек. Солай ол Арисуды зомбиге айналдырмайды. Кадзуэге болса зомбилер ұнамайды екен. Ол просто оларды атып тастайды. Кейін кадрға Рэй деген персонаж пайда болды. Оның өзінің планы бар екен. Группа жинап, вакцинамен барлығын емдеу. Если зомбиде вакцина болса, ол келесі зомбиді емдеуге уәде беруі және мойындауы тиіс. Уәдесін орындамаған жағдайда барлығымыз оны өлтіретініміз түсінікті. Енді вакцинасы бар адамдарды шақыру ғана қалды. Бірақ ешкім қанша вакцина бар екенін білмейді. Главны басқаларды вакцина жетеді деп алдай салу керек. Барлығы біріккен жағдайда зомби оларға жақындай алмайды. Рейдің өзі зомбимін және менде вакцина бар деп мойындайды. Арису басқа командаларға барып планымен бөлседі. Уақыт өте адамдар көбейе түсті. Олар бір-біріне қандай карта барын айтып, карталары бітіп қалмау үшін ойнай бастайды. Ал Кадзуяның планы мүлдем басқаша. Ол командадағы зомбилерді біртіндеп өлтіреді. Отличная работа! Ты не какой-нибудь терпила. Үшінші серия. Үзілісте Кадзуя басқа ойыншылардан зомбиді айтуды бұйырып, оларды ұра бастайды. Масато раундтан зомби болып оралды. Икино солай Нобуға ана зомбиді өлтірді бұйрық берді. Арису бұған түбегейлі қарсы. Сол сәтте анау, өзің как будто басқаларды өлтірмегенде сөйлемеш дейді. Арисуды ұрып, Нобудан ананы өлтіру талап етіледі. Басқа зомби бұны байқап, Нобуды зомбиге айналдырып тастайды. Кейін бұны аналар ұстап алады. Сол сәтте ол Нобудың зомби екенін айтады. Бұл дегеніміз, олардың арасында тағы да зомби болуы мүмкін. Ойыншылар Рейді шпион зомби деп ойлайды. Себебі қызда вакцина бар екенін ешкім дәлелдей алмайды. Икина өз тобындағы зомбилерді өлтірмекші болады. Масато қашуға тырысқанымен, оны дереу ұстап алды. Рей болса жаңа ойын үшін таңдалады. Бұл раундта Нобу мен Арису бірге ойнады. Және Арисуда жаңа план пайда болады. Масато солай қаза тапты. Рей зомби емес екен. Ал қалған раунд саны 2. Арису бұл ойында зомби жеңетінін түсінеді. Артынша Рейді де құтқарғысы келді де,
зомби картасын тастайды. Арисудың командасы толықтай зомби атанады, және соңғы раундта Нобу Кадзуяны зомбиге айналдырып, өмірін сақтап қалды. Ал адамдардың барлығы өлтіріледі. Келесі ойын 2 күннен соң болады екен. Кадзуя Нобудан қатты ашуға беріліп кеткені үшін кешірім сұрайды. Рюдзидің ойынында ол лазерлерден еңкейіп финишқа жетуі керек. Коляскамен жүрсе де, бұл оның қолынан келеді. Алайда оның кесірінен басқалар қаза табады. Усаги де қолынан келгенше тырысып жүр. Үші Рюдзиді құтқарып әлек. Чүт болмағанда жігіт өліп кетер еді. Екеуімен қоса финишке 4 адам жетеді. Банда Рюдзиге алдын осы уақытқа дейін пограничеде тұрғын болатын адам іздегенін айтады. Және жігітке Арисуды әкелсең, осы елдің тұрғыны болатынын уәде береді. Рюдзи бұл мекеннің құпиясын ашқысы келді. На самом деле ол просто бандаға алданып жүргенін өзі білмейді. Жаңа ойында Рюдзилер пойызға мінеді. Ережесі: пойыз авторежимде жүреді. Оларға вагондардан өтіп, басына дейін жету арқылы пойызды тоқтату керек. Басқа вагонға өткеннен соң 30 секундтан кейін есіктер жабылады, және вагонға таза ауа немесе улы газ жіберіледі. Әр адам вагонға кіргеннен соң маска тағама шешуі керек. Әр адамға 5 баллончиктен беріледі. Басқа адамның баллончигін қолдану немесе артқа қайту мүмкін емес. Келесі вагонда торда құс отыр екен. Бұл іштегі ауаны анықтауға арналған. 2 вагоннан соң барлығында 3 баллончиктен қалады. Сохта мен оның қарындасы Юна баллончиктерді тақпауды шешеді. Рюдзи мен Усаги де бұны қайталайды. Бұл дұрыс болыпты. Сол сәтте олардың қасынан басқа пойыз зулап өтеді. Ал ішіндегі адамдар дұрыс шешім қабылдады дегенге күмәнім бар. Ойыншылар вагонды газға толтыру үшін көп баллон қажет екенін түсінеді. Демек олар бір жерде жасырылған болуы керек. Олардың арасында пойыздарды жақсы білетін бір адам бар екен. Ол бұл вагонда пантограф жоқ екенін байқайды. Сондықтан жоғарыда газ сақтауға жеткілікті орын болуы мүмкін дейді. Барлығы оған сенеді. Жаңа вагоннан да дәл сол схемамен өтеді. Сосын ана мужик: мен пойыздардың моделін шатастырып алыппын дегені бар емес пе? Оларда солай 2 баллончик қалады, ал вагон саны 3. Есеп бойынша 2-і газ, 1-і таза. Барлығы қорыққаннан маска тағады. Және тордағы құс аман. Демек, олар қателесті. 4-ші серия. Анау сосын, скоро жанымыздан тағы бір пойыз өтеді. Если скоростары бірде болса, сол пойызға секіруге болады дейді. Ойыншылар амал жоқ, оның айтқанына көнеді. Рюдзи осы уақытқа дейін арқасын качет еткендіктен, ол да секіріп өте алды. Біраздан соң жандарынан Арисудың пойызы өтеді. Усаги екеуі бір-біріне қолын созып, ақырында ажырап кетеді. Арису тормозды басып еді, но уже кеш. Ешкім қаза тапқан жоқ. Тетсу барлығының жарақаттарын таңып берді. Рюдзи өлгеннен кейінгі өмірді зерттеген уақытта бір оқушысы прям қатты қызығып көмектескісі келеді. Бірақ эксперимент кезінде случайно өліп кетеді. Қорыққан Рюдзи артынан өз-өзін өлтіргісі келгенімен комадан оянады. Алғаш рет ойындарға ол осылай қатысқан еді. Артынша бізге полуфиналдың ойындарын көрсетті. Алғашқысы Токио мұнарасындағы бинго. Ережелері қарапайым. Мұнараға көтеріліп, батырмаларды басу керек. Өз карточкаңдағы тік, көлденең немесе диагональ қатарды бірінші болып толтырған ойыншы жеңіске жетеді. Бұл ойынға Усаги қатысады, ал Арису басқа жартылай финалда ойнап жатыр. Екінші ойын банкаларға байланысты өтеді. Ережесі банканы бастапқы орнына қайтарып, таймер біткенге дейін оны басып қалу. Барлығы 10 банка бар. Эскалаторлар мен баспалдақтарды пайдалануға тыйым салынған. Ең сұмдығы, әрбір банка кері санақпен жұмыс істейтін бомба. Ойыншы банканы алған сәттен бастап, оған 60 секунд беріледі. Осы уақыт ішінде ол банканы бастапқы орнына қойып, үстінен басуы керек. Егер біреу ережені бұзса, ол бірден ойыннан шығарылады. Егер банканы басқа ойыншы алса, таймер қайтадан басталады, бірақ уақыты 5 секундқа азаяды. Бірінші раундта ойыншылар банканы уақытында жеткізіп үлгермейді. Бомба жарылып, -1 банка. Енді 9 банка қалды. Көп ұзамай адамдар бұл ойында жалғыз жеңіске жету мүмкін емес екенін түсінеді. Жеңу үшін банкаларды бір-біріне лақтырып, командалық түрде әрекет ету керек.
Шион банканы Арисуға қарай лақтырады. Алайда дәл сол сәтте біреу Арисуды итеріп, банка жарылып кетеді. Келесі раундта Тетсу Сачикоға жеңуге көмектеседі. Жеңіске жеткендер лифтте күтуі керек. 4-ші раундта сразу 2 адам өледі. Оның ішінде Шион бар. 5-ші раундта Нобу жеңді. 8-ші раундта Нацу өледі. Рэй мен Тетсу да жеңіске жеткен еді. 9-ші раундта Кадзуя Арисуға көмектесу үшін барлығын жасайды. Енді бір ғана банка қалды. Кадзуя оны алып, финишке қарай жүгіріп еді, оны біреу итеріп, стекломен жарақаттайды. Барлығы солай бір банка үшін қырылады. Кадзуя тіпті якудза екенін көрсетіп рубашкасын шешеді. Короче, ақыры мен жеңбесем, ешкім жеңбеу керек деген оймен, Кадзуя өзімен қосып барлығын өлтіреді. Осы уақытта Усагилерде жеңіске жеткен еді. Ойыннан соң Рюдзи соңғы тапсырмасын алады. Усагиді өлтіру. Сонда Арису амалсыздан осы елдің тұрғыны атанады. Ал Рюдзидің арманы орындалады. По-моему, сделка просто роскошная. 5-ші серия. Соңғы ойында топ баспалдақпен жоғары көтеріліп, қабырғалары түгел экрандармен жабылған бөлмеге кіреді. Арису есіктер арқылы өтіп, ақыры Усагиді табады. Сол сәтте экрандары өшіп, жаңа ойынның басталғаны туралы хабарлама беріледі. Атауы «Болашаққа қадам». Хабарлама бойынша ойында 10 ойыншы бар, алайда бөлмеде бар болғаны 9 адам тұр. Сөйтсек Усагидің аяғы ауыр болғандықтан, әлі дүниеге келмеген сәби 10-шы ойыншы болып есептеліпті. Тетсу сразу бұны естіп құттықтайды. Ойын басталар алдында барлық қатысушылар браслет пен ошейник тағуы керек. Ойынның ережесі мынадай: 25 бөлме бар, және әр бөлменің ортасында кубик лақтыруға арнайы орын. Олар келесі комнатаға неше адам өтуге болатынын көрсетеді. Шығу есігіне дейін 15 ход арқылы жету керек. Если ойыншылар кубиктегі саннан көп болса, олар да блоктап тастайды. Блоктан шығару үшін көрші бөлмелерде адам болу қажет. Барлығында 15 балдан бар. Есікті ашу үшін 1 бал кетеді. Және артқы комнатаға қайту үшін ход пропустить ету керек. Ал осы орында қалу үшін 1 бал. Бал бітсе, ойында аяқталды. Ойын барысында оларға өздерінің болашақтарын көрсетеді. Не таңдаса, шын өмірде сол болады. 1-ші раундта есіктерде әртүрлі финалдарды көрсетіп жатыр. Мысалы, Тетсу прям бай болып кеткен, немесе бомж болып қалған. Арису ойыншыларды әртүрлі бөлмелерге бөліп жібереді, чтоб кейін қайта бірігу үшін. Бірақ бөлмелердің арасында штрафтар бар екен. Бұл жерде 1 бал емес, одан көп бал алынуы мүмкін. Ойын барысында ойыншылар браслеттері арқылы сөйлеседі. Басын бәрі әдем бастаған, но болашақтары туралы ойлаған уақытта қатысушылар өзгереді. Рэй соның кесірінен бір бөлмеде қалып қойды, және балдары кетіп жатыр. Тетсу штраф комнатаға түсіп қалып, бірінші болып өліп кетті. Осталось 0 баллов. Оның ошибкасынан Рэй босап шығады, және Арисуларға қосылады. Рюдзи болашақта банда берген пистолетпен өз-өзін атып тастайтынын көреді. Ағалы қарындас болашақтарын таңдауда қатты беріліп кетіп, Сота ұпайының бәрін жоғалтады да мерт болады. Прости, Юна, я не смог сдержать обещание. 6-шы серия. Қарындасы соның арқасында Арисуға қосылады. Ойыншылар А5 деген бөлмеге бару керек деген шешім қабылдайды. Жолда Юна ағасының аяғын көріп қалып, Арисудың планын бүлдіреді. Соның кесірінен Рэй қайтадан блокқа түсіп жалғыз қалды. Арису есіктен Усаги Рюдзидің қолынан қаза тапқанын көреді. Ол бүкіл мүмкін деген ходтарды есептеп, баланың браслетін қолдану жайлы ойланады. Солай барлығын Усагиге айтып, іске кіріседі. Усаги браслетті ішке тастап, өзі қайту керек. Бірақ есік жабылған сәтте браслетті итеріп жібереді. Браслеттерді алуға келгенде өте алыс екенін көреді. Аяғын қолданып өйтіп жүріп алғанда, экраннан Арисуды өлтіргенін көріп қатып қалады. Арису бұны байқап, Усагиге көмектеседі. Есік енді жабылғалы тұрғанда, Рюдзи коляскасымен ұстап қалып, біздің жұпқа секіріп өтуге мүмкіндік сыйлайды. Арису оған рахметін айтады. Ақыры дегенде команда шығар есікке жетеді. Және оларға соңғы рет кубикті лақтыру талап етіледі. 7 түсті. Демек, бір адам осында қалу керек. Арису сол сәтте өзім қаламын деп адамдардан Усагиді алып шығуын өтінді. Арису! Сосын экран қосылады.
Ол жерде Рюдзи Усагиді өлтіргелі жатыр. Бірақ ол аяқ асты банданың ұсынысынан бас тартады. Сөйтсек, кім басқалардың болашағына көбірек алаңдаса, өзінің болашағы жарқын болады екен. Осылайша сырттағы бүкіл ғимарат қирай кетеді. Команда бірдеңелерден ұстап үлгереді, ал экран болса өшіп қалды. Арису стенаны сындырып сыртқа шығады. Алғаш басқаларды құтқарып, артынан Усаги мен Рюдзидің артынан секіреді. Толқындар өте қатты соғуда. Шын өмірде банда Арисуды өлтірмекші болады, бірақ оны ан көріп, оған мүмкіндік бермейді. Арису жағаға шықса, банда күтіп тұр екен. Осы елдің тұрғыны боласың ба деп сұрайды. Арису жоқ деп жауап берген сәтте, банданы лазер аттып өлтіріп тастайды. Және бір мужик пайда болады. Барлық әлем қатып тұр. Арису, кімсің, Джокерсің ба деп сұрайды. Мужик, может, Джокер шығармын, жалпы Джокер деген кім дейді. И давай екеуміз соңғы ойынды ойнайық деп ұсынады. Если Арису Джокер картасын таңдаса, мужик жеңеді де, Арисудың болашағы оның қолында болады. Арису Джокерді таңдапты. Бірақ сөйтсек, екі картада Джокер. Мужик таң қалады. Колодада барлығы 365 карта бар. Егер оған тағы бір картаны қоссақ, 366 болады. Бұл ана әлемдегі кібісе жылдардың белгісі. Карталар өлілер емес, тірілер әлеміндегі уақыттың мәнін бейнелейді. Яғни 365 карта жылдың 365 күні, ал қосымша карта кібісе жылдағы артық күн. Сондықтан Джокер ойындарды басқаратын немесе бәріне әмір жүргізетін қандай да бір құдіретті тұлға емес. Ол жай ғана карта. Мужик уважение көрсетіп, Арисуға еркіндік береді. Мына құйынның арғы жағында өлім, ал екінші жақта өмір. Бірақ ол сансыз сынақтар мен қиындықтарға толы дейді. Тіпті Арису өмірді таңдаған күннің өзінде ол жақта Усаги болмауы да мүмкін. Соған қарамастан Арису бәрібір сол әлемге қайтатынын айтады. Сосын мужик өзін өмір мен өлім арасындағы жарықты күзететін қорғаушы ретінде таныстырады. Оның айтуынша, көп ұзамай бұл жерге тағы көптеген адамдар келеді. Осыдан кейін ер адам уақыттың ағысын қайта іске қосады. Арису бірден Усагиді байқайды. Ол өлімге жақын құйынның дәл қасында тұр еді. Еш ойланбастан Арису оған қарай секіріп кетеді. Бұл әрекеттен ана мужик таң қалды. Рюдзи тағы да Усагиді алып өлім әлеміне кетпек болады. Бірақ Арисуды көріп, тастан ұстайды да жігітті күтеді. Сосын өзі сол құйынның ішіне кіріп, жоқ болады. Жұбымыз әйтеуір өйтіп бүйтіп шығады. Арадан уақыт өтіп, Арису да Усагиде шын өмірде оянады. Теледидардан жақында әлемде үлкен көлемде жер сілкінісі болатынын хабарлап, 3-ші сезон өз аяғына жетті. Осылайша біздің видеода аяқталды. Пікірге 4-ші сезон шыққанын қалар ма едіңіз? Ойларыңызбен бөлісуге болады. Сосын бізді қолдау мақсатында видеоға лайк басып, басқа да сериалдарды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыздар. Ендеше басқа айтар ештеңем жоқ. Бәріңе сәттілік, бәріңе давайте.